Сейфуллин Жолбарыстың келіншегі өзін тоқал деп атаған елдің сынына жауап берді. Біз өзімізге өзіміз келісті көрінеміз. Мен білмеймін қалай басқаларға. Қайрат Нұртас өз әкесінің тойда ән салуына тыйым салғаны рас па? Қайраттың қайсыдан жатады кейбірде. Шәкизаданың өміріне қандай қауіп төніп тұр? Өзімнің өмірімді сақтандырып қойғам. Танымал шоу-бизнес өкілдері неден және кімнен қорқады? Абыройсыздық бірінші қорқыныш. Жалғыздық өте қиын. Әр ән жазған сайын қорқыныш. Мен бір ғана жалғыздықтан қорқамын. Қазір салмағым 67 болып кетті. Бір 5 килограмм тастауым керек. Мен бетіме укол салып жатқан болатын. Жаңағы тартылып бала шағам қорқып енді күлсем, түрім жаман болып тұрады да. Қартаю дегеннен қорықпаймын. Үйдегілерден қорықтым бірінші, халықтан қорықтым екінші. Құдайберген Бекіш мырза ұрлардан үйін қалай қорғайды? Мен енді баяншы емеспін да, мен қорқатын түгім жоқ. Мақпал Жүнісова ше. Күзетші бар, камера бар. Қазақ эстрадасының жұлдыздары сақтандыру компанияларының қызметіне жүгіне ме? Қайсысы табысын әкелетін даусын сақтандырған? Ой, такой грустный вопрос. Я уже один раз умирала просто. Бір компаниямен келісім шартқа отырған болатын. Жұдырықты сақтандырып жатыр. Части тела я не страхую. Ешқандай сақтандырылған жоқпыз. Профессор Күлмәш Елшібаева эстрада жұлдыздарының жасырып келген қай құпиясын ашып қойды. Кәсіби психолог әншілердің Instagram парақшасына шолу жасап, кімнен қандай психологиялық ауытқушылық байқап қойды? Өз-өзіне көңілінің бір толмағандығын байқауға болады. Оны орысша комплекс неполноценности деп аталады. Үнемі қорқыныш бар. Өйткені көз қарасынан білуге болады да. Сол адамның мәдениетінің төмендігін байқалтады да, өзін сыйламағандық деп айтар еді. Бүгін айта берсін бағдарламасы Айқын мен жұлдыздың құпиясын ашады. Танымал эстрада жұлдыздарының бұл күнге дейін жан адамға тіс жармаған қорқынышы мен үрейін айтып, кімнен қалай сақтанатындарын жария етеміз. Білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыз. Кеш келген көктеммен бірге жігіттер тобының әншісі Мырзахан Махановтың да көңілі көтерілді. Тіпті көктем ғана мені жұбатады деп ән жаздырып жатыр екен. Дегенмен әншінің көңіліне көктем әсер етпеген. Ол қыс бойы сыр берген денсаулығының түзеліп келе жатқанына қуанады. Өлең айтудан бөлек адам сөйлеуден қалады. Адамның сөйлеген кезде әр адамның өзінің жаңағы дауысы болады, дыбысы. Связка деген сол дыбысты шығарып тұрады адамның. Ана жақта врачтарды айтып, мұны қол қойып бер, біз жауап бермейміз. Сіз өлең айтпақ түгілі сөйлеуден қаласыз. Қол қойып бердім, маған арқаға жүрер жол жоқ. Не болса да бір Аллаға сиынып, лазерді түрде жасады. Қорқыныш болған жоқ па? Қорқыныш болды. Операционный залға өз аяғымен кірген кезде 3 адам жатты наркозбен. Кәдімгі операция жасалып жатқан 3 адам жатты, өз аяғынан сол кезде маған қол қойды. Қол қоясың ғой жаңағыдай. Қағазға келісемін деген. Сол кезде қолым дірілдеп, өте қатты қиын жағдай енді анан. Өз аяғымен кіріп, өзің өміріңе өзің қол қойып жатқан, өте қиын жағдай. Қоңыр даусымен қайта табысқан Мырзахан әлі де дәрігерлердің бақылауында болады екен. Мы пытались лечить его, значит, у него хроническая форма ларингита, и в его случае, значит, там, значит, мы выявили образование на голосовой складке, это доброкачественный полип. Это то, что ему мешало качественно петь и давало такую осиплость и охриплость голоса. Вот, поэтому мы вынуждены были отправить на операцию по удалению этого полипа. Қазір өз даусы қалпына келген әнші шығармашылығына қайта кіріскен. Мен жарты жылдай ауырдым. Бұл аурумен білмей жүрдім ғой. Қанша қиналып жүріп, осы көктемде мен емделіп шықтым. Әннің тақырыбы сол көктем ғана мені жұбатады деген. Сахналық әріптесінің қазіргі көңіл күйін Серікбол Сайлаубек жақсы түсінетінін айтады. Себебі бала күнінде көру қабілетінен жартылай айырылған азамат содан бері ауруханаға жиі келетіндердің қатарынан. Ай сайын емін үзбегенімен көз жанарының көру қабілетінің күннен күнге жақсарып бара жатпағанын әнші әлде қашан-ақ түсінген. Алла тағаланың жаратқан жаратылысы болған деген адам баласының жөндеу қолынан келмейді. Мен бүкіл жерге бардық қой. Германияға да бардық.
жоқ ондай бір қалай айтады надежда үміт жоқ. Екінші көзіңізге де жоқ па? Ал екінші көзім ол травмадан кейін құрған, бұған бұл да көрмей қалған. Соң қайта көздің ішінде хрусталик салды. Хрусталик салып, астигматизм. Сол хрусталиктің арқасында мына көзілдік киемін да. Бұл -4,5 көзілдік. Былай жаннан қарасаңыз, лупа жаннан қарасаңыз. Сондықтан да енді бір осы көзді қорғап жүрміз. Сахнаға шықса болғаны, көрерменін билете жөнелтетін Серікбол әнші, жанын жаралайтын бұл сыр туралы тіс жармауға тырсам дейді. Концертке келген көрерменнің көңілін көтеріп, әнді де бірге айтып, бірге күлетін әнші, елдің қошеметін естігенім болмаса, олардың шаттанған көңілді жүздерін көр алмайтыныма өкінем дейді. Енді бәріне жария қылмайсың ғой, ауырады, көрмейді деген сияқты. Қолдан келгенше әйтеуір адамның көңілінен шығып жатса, халықтың көңілінен шығып жатса, ол бізге үлкен абырой. Ол да бір сауап шығар деп ойлаймыз. Әйтеуір не болса да ырымшыл халық болғаннан кейін жақсылыққа қарай деп ойлаймыз ғой. Сондықтан да енді көзім көрмейді деп не істейсің? Бала-шағаны асырау керек. Ауыр жұмыс жасай алмайсың. Көлік айдай алмайсың. Былай көлік жүргізіп әйтеуір такси өтеді, бала-шағамды асыраймын десең де. Денсаулық жоқ. Содан халықтың алдына шығасың, билейсің, ән айтасың. Билемесең қызық болып қалмайсың, қызық болмайсың, бір орында тұрып ән айтып тұрсаң. Сондықтан да билейсің, секіресің, әйтеуір бәрі бала-шағаң қамы ғой. Бала-шағаң үшін билеуге де, секіруге де дайынбыз ғой. Бастапқыда Серікболдың қара көзілдірік тағып, сахнаға шығуын жұрт Қайрат Нұртасты қайталайды деп сынағанда болатын. Алайда әнші бұл сынға еш ренішім жоқ дейді. Бағалай біл мені, қаламаймын сені, ермегі болып өтуіңді жаттың. Бағалай біл мені, аялаймын сені, мәңгі бақи бақытыңда бақтың. Ал Қайрат Нұртасты бүгінде көзілдіріксіз елестету қиын. Алайда әншінің бұл аксессуарды тағуының басты себебін көпшілігіміз біле бермейміз. Осыдан бірнеше жыл бұрын жол апатына түсіп, жанаман қалған Қайрат көп дене жарақатын алып, бетінде көптеген тыртық қалғантын. Сол кемшілігін жасыру мақсатында әнші күні-түні көзілдірігін шешпей жүреді. Сондай-ақ сол оқиғадан кейін әнші рөлге өзі отырмайды. Алайда бұл сақтық шарасы да әншіні кезекті жол апатынан құтқара алмады. Осы жағдайларды ескере отырып, әншінің өмірі қаншалықты сақтандырылған деген сауалды Қайраттың әкесі Нұртас мырзаға қойған едік. Жоқ, Қайраттың өмірі сақталған емес, енді бір Аллаға ғана сенеміз, шын айтқанда. Олай сақтандырылған емес. Енді мүмкіндігінше машинамен жүрген кезде мен қасында жүруге тырысам. Өйткені менің енді бір сондай керемет жүргізушім деп айтпаймын, бірақ дегенмен 30 жылдан асып кетті менің осы машина жүргізіп келе жатқаныма. Сондықтан анасы да, балам да өзі сол менің машинаға көлікпен жүретін жерлер болса, сол жерде менің жүргенімді қалайды. Солай, ал енді ұшаққа мен бір Алланың қолында. Білмеймін, біріншіден қазақшылыққа саламыз ба, өзімнің ойым. Мүмкін солай керек те шығар. Мүмкін бір жағынан жаңа ғой, бір Алла деп кеткен қазақпыз ғой. Енді Құдай бәлесінен сақтасын. Барлығында күтуге болады енді, бірақ ондай ойламаппыз шын айтсам. Өнер адамдары іс сапарларда жиі жүреді. Үнемі жолда жүретіні көп. Әрі тойға барған әншінің қомақты қаламақымен қайтатыны тағы бар. Осы жағдайларды ескерсек, жолда жиі жүретін жолаушының өмірін сақтандырып қойғанында жөн болар. Дегенмен шетелдік шоу-бизнес өкілдеріне қарағанда, отандық жұлдыздар өз өмірлерін сақтандыру үшін арнайы компаниялардың көмегіне жүгіне бермейтінін білдік. Себебі қазақшылық қой, көңіл бөлмедім. Бірақ өзім үшін емес, бала-шаға үшін сақтандырып қойсам деп кейде ойлаймын. Бірақ Құдай сақтамаса, мен сақтанғаныммен не пайда? Кейде жаман дүниені өзім шақырмай қойыншы. Одан да өзімнің амандығымды тілеп, Құдайдан бала-шағамның амандығын тілеп, елдің амандығын тілеп жүре берейінші осы. Өзімді өзім сақтандырмай қойыншы деген ой келеді.
Жизни не знаю, не страхую, я имею в виду, то есть это от самого человека, наверное, зависит, чтобы аккуратно ходить, не попадать в ненужные ситуации, оберегаться, обходить ненормальные компании, или как там, только так, наверное. Ешқандай сақтандырылған жоқпыз. Себебі оның барлығы бізге енден келіп жатқан дүние ғой. Шетелде әрине оның барлығы кәдімгідей үлкен жауапкершілікпен қарайды оған. Ал біздікі жаңағы таза қазақша Құдай сақтасын деп жүре береміз. Ал сақтықта қорлық жоқ деген пікірді ұстанатын Шахизада ханым әріптестермен келіспейтінін айтады. Тіпті әнші өз өмірін, денсаулығын осыдан бірнеше жыл бұрын ұзақ мерзімге сақтандырып қойған екен. Өте дұрыс қараймын. Мен 10 жылдан бері өзімнің өмірімді сақтандырып қойғам. 2 бағдарлама менде, біреуі шетелдік, біреуі осы өзіміздің қазақстандық бағдарлама. Барлық қарастырылған. Барлық жағдайда төлеп береді. Өйткені мен қасымдағы достарымды да сақтандырылған жаңағы бағдарламалар бар. Туған тусын барлығы, мысалы мен баламда да жағдай болды, жаңағы несчастный случай дейді, аяқ астынан болған жағдайда ақшаларын кәдімгідей операция жасауға, мысалға дәрігер көрінуге, соның бәріне өте көмек тиіп, менің достарыма дейін, мен есімде, мен өзімнің қасымда жүрген жақын досым аяғын шығарып алды да, сондай кезде 360 мыңдай ма төлеп берді. Соған гипс салса да үлкен көмек қой. Ода 15 жылдық бағдарлама бар. Менде де 15 жылдық бағдарлама. Оның қазір 8 жылы қазір өтті, Құдай қаласа, ол қалған жылын, оны жылына бір рет салып тұру керек, өзің үшін саласың ғой. Өз өміріңді жаңағы сақтандырасың. Сосын уақыт біткен кезде ақшаның бәрін алуға да болады, және ары қарай айға бөліп тастап, кәдімгі дивиденд сияқты алып отыруға болады. Бұл тақырып Баян Нұрмышева үшін де таңсық емес. Болашағына сақтандыру компанияларының бірнеше жылдан бері тұрақты клиенттерінің бірі екен. Ерлан мен бұрын әріптес ретінде таныс кезде, сол кезден бастап өзіме қатысты сақтандыру, жаңағы денсаулыққа, адамның өзінің өмірін сақтандыруға мен бір компаниямен келісім шартқа отырған болатын. Енді кейін мен Ерланға айтамын, негізі осындай бар, адам өмірін сақтандырып қою керек. Бұл енді өмірдің кәдімгі, былай қарағанда біз көшедегі темірдің өзін сақтандырып жатамыз ғой. Ал адамның өмірі одан әлде қайда қымбат, сондықтан оған да бір оң қабақ танытып, арасында көңіл бөліп қою керек деп айтып жатам. Бірақ енді білмеймін, әзірге әлі қолға алған емес. Мүмкін бір күні келісім беретін шығар. Былтыр ғана экс-күйеуі пышақ жарақатын салып, жан сақтау бөлімінен бірақ шыққан продюсер Баян Мақсат қызының өмірі сақтандырылған бекен. Өзінен сұрадық. Ой, такой грустный вопрос. Я уже один раз умирала просто, и я не застрахована была. Кстати, хороший вопрос вы меня сейчас заставили задуматься. Наверное, застрахую свою жизнь. Почему нет? То есть вы никогда не обращались? Нет, никогда не обращалась. Мы же никогда не знаем, что будет с нами завтра. А вот сейчас подумаю, наверное, да, почему нет? Біздің сауалымыздан кейін экс Есентаева өз өмірін сақтандырып жатса, таңғала қоймассыз. Өйткені аталған жағдайдан соң бірнеше күрделі ота жасатқан Баян ханымның үлкен күйзеліске түскені айтпасақ та белгілі. Психолог мамандар адам бойындағы мұндай құбылысты ішкі және сыртқы қорқыныш деп бөледі екен. Мәселен, өзін толғандыратын, әрі қорқытатын нәрсесін кейбіреулер ашық айтуы мүмкін. Ал біздің әншілер неден қорқады екен? Өздері айтсын. Көбіне менің әріптестерім біледі, мен ұшаққа отырмай көбіне өзімнің көлігіммен кетіп қалатынды. Сондықтан да ол бір жанымның тәттілігінен емес, қорқыныштан. Жалпы мен өзімді биіктен қорқатын адаммын. Сондықтан да шығар, биіктіктен төмен қарағанда қорқам, ол рас. Сондықтан да ұшаққа көп отырмауға тырысам, бірақ амал жоқ, отырасыз. Ұшақтан қорқам. Неге десеңіз, ұшаққа отырғаннан бастап өзімнің иманымды үйріп отырам, расын айтайын. Неге десеңіз, астында еш нәрсе жоқ, төбеңде еш нәрсе жоқ, жан-жағың бәрі тек ауада қалықтап баратасың. Сол кезде өте қатты бүкіл нәрсенің бәрін ойлап отырам.
Өйткені сөздің ашығын айтқанда өмір мен өлімнің арасында боласың ғой. Ұшақтан қорқам. Самолетті құлап кете жаздады, кәдімгідей құлап баратып, біз Ринат екеуміз басында бірінші Ринат бастады. Мен енді кішкене қайсар қызбын, мінезім ауыр. Мен күліп отырғам, Ринат не болды сонша деп. Фигня ғой, нормально, сейчас будет түседі, қалпына келеді, уайымдамашы деп, сосын аяғында мен кеттім, алла бақырып, уже Ринат мен үстімнен күліп жатыр да. Кәдімгідей құлап кете жаздады. Біз ойладық, ол кино болмай жатып, премьера болмай жатып, премьераның алдында бір 2-3 күн алдын біз ойладық, Ринат келген жеріміз осы екен ғой, пиар деп, нағыз пиар осы болайын деп тұр ғой. Екеуі өлді, самолетта құлап деген сияқты да, премьерасында көре алмай кетті бейшара. Сонда жаман қорықтық. Ринаттың енді соншама қорыққаны бақырды самолеттің ішінде. Жүрегім жарылып баратыр, себей деп. Гүлмира Ағырбекова ұшақтан да, жылдамдықтан да қорықпайтындардың қатарынан, тіпті батыл әнші құрдас әріптестеріне қарағанда пластикалық ота жасатып, жасару үшін жан таласпайтындардың бірімін дейді. Өйткені қартаюдан да мүлдем қорықпайым дейді. Ең алғашқы мен ба, осы көзімнің мына шеттерінде шыққан сияқты. Көзімнің мына шеттерінде болды. Оған ештеме істеген жоқ. Мен тек қана сапалы кремдер жағам. Сосын мен бір шынымды айтайын, осы неге айтады, массажға барып жатады ғой. Мен осы жылына бір-ақ рет баратын шығар массажға барсам. Жоқ, онда еш нәрсеге барған жоқпын. Әлі еш нәрсе жасатқан жоқпын бетіме. Жалпы бір табиғатқа да байланысты. Менің анамның терісі жақсы болатын. Осы мен анама тартқанмын. Менің терім анама тартқан. Ақтығымда анама тартқанда. Ал енді әпкем мен сіңілім бар. Ол екеуінің терісі әкеме тартқан. Олар маған айтады, не деп, олар беттеріне осы күтім жасап, осы жүгіріп неғып жүреді. Ал мен қанша крем жасаймыз, макияж жасаймыз. Содан кейін де соншама бір қатты күтінем деп айта алмаймын. Гүлмира Ағырбековаға қарағанда дұрыс тамақтануға тырысып, қолы қалт етсе спортпен дос болғысы келетін Гүлзира Үсенқызы мен Шахизада қартаю процесімен күнде күресетіндерін айтады. Міне, бүгінде барлық жұмыстарын ығыстырып, қос құрбы жаттығу залына артық салмақтарынан құтылу үшін келген. Мен шынымды айтсам, спорт залға қалай қолым босайды, таңғы 7-ден түнгі сағат 12-ге дейін, егер соның арасында бос уақытым болатса, арасында мен әрдайым көлігімде заттарым жүреді, спортқа арналған киімдерім бәрі жүреді, бір сумка міндетті түрде. Сосын жолда бір 2-3 сағатым қолым босап атқан кезде арасында спорт залға кіріп кетіп, 3-4 сағат кішкене дене шынықтыру, тренажерный зал дейді, тренажеркалармен сол. Енді негізі үйренгеніміз бойынша мен қазір 6 жылдан асты осы спорт залға келіп, өзім жаңағы мына дене пішімдер дейді ғой, дене пішімінің бәрін орында тұру үшін өзіме қай жер, мысалы, әр адамның өзінің бір болады ғой, минус плюстары болады ғой. Сол менің минустарымды плюс қылуға тырысып, соны жаңағы не деуші еді, спорт тренажерный залда соны күшпенен, сондай қатты салмақпенен сол иықтарды біз енді көбінесе ашып келген кезде иығымыз әдемі болып тұру керек. Сосын аяқтар, өйткені аяқты міндетті түрде күшті болу керек, аяқ сіңірлері мықты болу керек. Сол үшін мысалы аяққа арнайы тренировка жасаймын. Өйткені мынандай біз каблук киеміз ғой. Сахна болсын, концерттерде болсын, ол каблукпен жай ғана тұрмай билейміз ғой. Менде қазір әжім көйіп кетті негізі. Көрініп тұр, одырайып көрініп тұр әжімдер. Енді жасымыз келді ғой. Қадіріңмен, абыройыңмен қартайып атсаң, әжім де жарасады ғой. Кейде бір-екі тал мына жерден ақ шаш көрініп қалса, бәрі жылап кетеді, шашыңыз ағып кетті депті. Енді әжім түскенде мен көрдім. Бұрын негізі 40-қа дейін мен бетіме бояу жуатқан жоқпын. Тек қана бір қара қаламмен жаңа қасымды бояйтынмын. Сосын әйтеуір ерін бояғышпен жағып алатынмын. Еріме болды, түк жақпай жүре беретінмін. Крем де жақпайтын. Енді былай ұйықтайтын кезде бетім құрғақ болғандықтан жай кремдер жағатынмын.
Ал енді кейін 40-тан асқаннан кейін осы сахнада жүргеннен кейін үйрене бастадым. Косметологтар айта бастады. Содан кейін мен бетіме укол салдыртқан болатын. Сөйтсем деген ол укол ұнамай қалып тағы салдырдым. Сонда двойной болып кетті ол. Сөйтіп деген көзім бәрі тартылып, бетім бәрі жаңағы тартылып, бала шағам қорқып, енді күлсем түрің жаман болып тұрады да. Ашулансаң тіптен жаман болады. Не істейтінін білмей кеттім. Сахнаға бір күні шығып сөйлеп, өзімше күлсем, жұрттың бәрі маған деп қарайды. Сөйтсем анау бені тартып, біреулерге білінбейді. Менің кожам жаңағы чувствительный дейді ғой. Сол өте сезімтал, шашымда жаңағы послушный дейді ғой. Қалай бүйтіп нетсең, тарақпен жай бүйтсең тұра қалады да. Сондықтан бетіме жақпады негізі. Қазір енді сол ботекс салуға қорқып салмай жүрмін, бірақ қырыстардың бәріне бүкіл әйелдер негізі салып тұрады. Салмайын дегендердің көбісі өтірік. Ол қандай мен салмайын деп жатады ғой. Негізі өтірік, енді өте бір 90% салады. Ботекс. Енді ботекс деген ол бір операция емес қой. Ол деген мынау мертвый клетка дейді ғой, жаңағы клеткаларды уақытша тоқтатып тастайды. Болды, ол ешқандай қозғалмайды да, тоқтап, ол жаймен тартыла береді да. Ол 6 айға созылады. 6 айдан кейін өзінің күшін жоғалтып, қайтадан өз қалпыңызға түсесіз, сол кезде қайтып бәрі салбырай бастайды. Одан кейін бұрынғы әдемілікті қажет етесіз да, соған зависимый боласыз да, соған тәуелді болып, одан кейін барып жаңағы қайта әдемілікке үйреніп қалған адам жақсыға тез үйренеді ғой. Соны қайта қалап, қайтадан салдыра берген тура келеді. Енді қазір енді салдырмай жүрмін. Көзім шын айтқанда жаңағы жарқырап тұрған жанарым кетіп, күйеуім әсіресе мен ғашық болған қастарым қайда, мен ғашық болған көздерім қайда деп менің сол бұрынғы жалтырап тұрып, мен айтам, жас болған кезде көз жанары күшті болады, нұрлы болады, енді қартайғаннан кейін кетіп қалады деп айтам ғой. Гүлзира Үсенқызы өз денсаулығына көңіл бөліп, бірнеше жасқа жасарудың құпияларын меңгеріп жүрсе, Нұртас мырза шығармашылығындағы жаңалықтармен бөлісуге әзір. Соқыр махаббат деген Ринаттың Севи қарындасымыздың екеуінің киносына түстім. Оның алдында Қайраттың өкінішінде түстім. Мен жалпы менің өзімнің отбасым туған, мен ата-анамның, мен үйде ең соңғы 9-шы балам негізі. Мен ағаларым бәрі консерватория бітірген осы Алматыда. Мен үйде ең соңғы балам, тек маған ғана ата-анам осындай рұқсат бермеді бұл жолға. Сондықтан мен бұл жолды мамандық қылып таңдаған жоқпын. Былай отбасымызда өнер барлығында бар. Түсінікті, жұбайыңыз ұлыңызға ғана емес, өзіңізге де продюсер болады деп естібек. Рас па, Нұртас мырза? Маған өздері ешқандай продюсерлік жасамайды. Мен айтсам өзім анда-санда бір әнімді айта жүрермін, сондықтан ешқандай ол кісінің біз жалпы бір отбасымыз ғой, бұлай продюсерлік ешқандай несі жоқ. Дегенмен продюсер ханымның сіздің сүйікті жарыңыздың соңғы кезде Инстаграм желісінде ұлына емес, сізге көбірек жарнама жасап жүргеніне қарағанда, жаңа жоба халыққа өтімділеу болып тұр ғой. Солай ма? Жалпы тойдағы ставкаңыз қанша? 50-50. 50-50. Барамын енді, бірақ қанша деген мен өзім татыншықтап көп жерге жаңағы отказ дейді ғой, отказ беруге тырысам. Өйткені Қайраттың қайсыдан жатады кейбірде, ал енді жаңа қалайда келіңіз деп жатқан жерлерге барам. Бұл енді мәселе бір сондай бір ақшаға тіреліп тұрған ештеңе жоқ. Бірақ мынау кішкене айттым ғой, жаңа тағы да қайталап айтамын, бойыңда бір кішкене бір өнер жатқаннан кейін соны шығарғың келіп тұрады ма, бір сондай енді қарап отырсаңыз қартайып қалғанда ішінде бір ештеңе жоқ сияқты. Бірақ дегенмен мынау біздің қазақтың менталитетіне бір жағы келмейтін сияқты ма? Енді білмеймін, ешнәрсе айта алмаймын. Қайраттың гонорарынан аздау болып тұр ғой сіздікі? Ол Қайраттың барған тойының оған бір 3 рет бару керек ау. 60 жасымда сол баяғы 20 жастағыдай сезінемін. Ешқандай паспортта ғана өзгеруі мүмкін. Паспортта өзгеруі мүмкін, бірақ жас уақытында баяғы Құдай бергенмін, баяғы сол бір әйелім,
сол балам өзгеретін шығар енді келін алып. Сондықтан сол менің сол қалқым, сол атымды да өзгерткен жоқпын, затымды да өзгердім. Адам баласы әрқашанда бір қалыпты жүре беру керек. Кеше ғана 60 жасқа толған мерейтойын атап өткен Құдайберген Бекіш неден қорқасыз деген сауалымызға күліп жауап берді. Жақсы, 60-тар қалаған ағамыздың таң қалдырып, болмаса қорқыта салудың оңай шаруа еместігі анық. Дегенмен осы күнге дейін жиналған бар байлығыңызға, құнды қағаздарыңызға ұрылардың көзі түсіп қоймай ма деген қорқыныш жоқ па? Жоқ, мен енді баяныш емеспін да, мен қорқатын түгім жоқ қой. Сондықтан мен неме қорқам? Бәрі орында, менікі санаулы әртістік концертім. Оны менен басқа ешкім кимейді. Сондықтан оны кім алады, ол менің концертімнің көйлектерін. Тығулы жатқан әдемі үйім бар, тығулы жатқан ақша жоқ, алтын жоқ. Сондықтан қорқатын ештеңем жоқ. Бірақ сонда да болса Алла сақтасын. Ал сигнализация көбек бар ма үйде? Ой, айтып қойсам қазір мені айтасыңдар ғой. Үйімде итім бар. Жақсы көретін, жақсы сүйек жейтін. Сондықтан сол итіме сенем. Ал халықтың ерке қызы болса, итіне емес, күзетіне сенеді екен. Биіктігі бірнеше метрді құрайтын қоршаудан бейтаныс біреу кіріп кетпес үшін Мақпал Жүнісованың үйі күзеттің бақылауында. Күзетші бар, камера бар. Иә, содан бақылап отырамыз. Анау жаңағы не адам болатын болса, кішкене болады ондай. Бір-екі рет бізге де болған, мына Зәкең мұражайын аштым ғой мен кезінде. Сонда мұражайды көрем деп келіп, бір-екі жігіт өзіме жаңағы бас салғысы келіп, сол уақытысымен құтылып кеткені бар. Содан кейін біз жауып тастадық қой, ешкімді кіргізбейміз қазір. Туған туысқандар, таныстар ғана болмаса ешкім кірмейді. Бұлай қарап кішкене не болса, менде сигнализация бар үйімде. Бірден бір күн тексеріп, оларды өзім шақырдым қой мен. Мынау ақшаны төлеп жатырмыз, бұлар өтірік шығар, құрсын. Мен бұларды шақырып көрейш, негізі шақырғанда қанша минутта келесіңдер деген айтқан, 3-5 минут бірден жетіп келеді деп ше. Содан ет асып қойып, қожаластырмын ғой бұл. Етімді асып, тамағын дайындап, бәрі дайын болған кезде сигнализацияны басып шақырдым ғой. 5-6 жігіт жетіп келді андай деген. Қолдарында автоматтар бар, шын екен. Жетіп келіп, ойбай, мәке, не болды деп мен айтам, кешіріңіздер, мен сіздерді тексерейін деген. Бәленбай жыл болды, ақша төлеп қой жатырмыз. Шынымен жұмыс істейсіңдер ме, жоқ па деп. Сонымен бір дискі беріп, кассеті беріп, нанауыз тегізіп, жаңағы шығарып салдым, кешіріп сол. Дегенмен көп адамдар өз қорқынышын барынша жұрт көзінен жасырып, білдірмеуге тырысады екен. Алайда, кәсіби психологтарды алдау мүмкін емес. Олар адамның жан тәнін, болмысы мен көңіл күйін 15 секундтың ішінде түсіне қоятынын айтады. Біз психолог Күлмаш Елшібаеваға шоу-бизнестегі 4 өкілдің Instagram желісіндегі парақшасын қарап шығуын өтіндік. Дәл қазір маман Instagramда жарияланған суреттерге қарап, шоу-бизнес өкілдеріне психологиялық тұрғыда сипаттама береді. Мүмкін емес дерсіз. Онда бірге тыңдайық. Қайратталатын болсақ, бұл көбінесе жаңағы өзінің қай жерде қандай қызметте жүрген, қандай жерде концерттерін беріп жатқан, және де қасындағы отбасының кейде бір фотоларында, суреттерінде қойып қояды. Ол яғни бұл жұлдыздың қаншама рет тойға шыққаны, қаншама рет кіммен қарым-қатынаста болғанның барлығы әлемге әйгілі болып отыр деп айтуға да болады. Ал енді бұл жағын алатын болсақ, жалпы қандай адам болса да өзін-өзі жарнамалау, өзін-өзі мысалы әлеуметтік желілерге селфиге түсіп, әлеуметтік желілерге шығарудың өзі ол адамның ішкі жан дүниесінде бір жалғыздықты білдіреді. Демек, Instagram әлеуметтік желісіне өзін-өзі суретке түсіріп жүктейтін адамдар жалғыздық сезімін кешіп жүр деген сөз. Жүрегім өзің деп соғады. Жаным жоқ әлі, бір күні сен едің бағынан, жалып қошып, жаным ысып, өзіңді іздеп сабылдым. Жалып қошып, жаным ысып,
Селфилете беруге аса қызығушылығы жоқ Абай Бегей қазіргі таңда дәл осындай жалғыздық сезімін басынан өткеріп жүрген ашық айтады. Сүйікті жарынан айырылғалы бері 2 жылдай уақыт өтсе де, әнші өз жүрегін ешкімге ашуға дайын емеспін дейді. Тағы басқа салғаннан кейін көнесін амал жоқ, бірақ жалғыздық өте қиын. Себебі енді Аллаға шүкір балдарымызды қарап отырмын аға жаппас, бірақ дегенмен де жалғыз жүру, солардың жағдайын жасау, бір адамнан 2 адам жақсы болады, сөйтсектен өте қиын жағдай. Оны сезінесің, мысалға киімдеріңді өзің дайындайсың, басқасын өзің дайындайсың, бірақ енді үйренесің, дегенмен де жалғыздық өте қиын. 4 баланың әкесі Абай Бегей бізбен бүкпесіз сырласты. Өзіне ауыр болса да, жан жарасын бөлісіп, ойын ашық айтты. Ал Жігер Аупбаев бұл тақырып төңірегінде терең ойға батып, тіпті сөзін аяқтай алмай қалды. Мен бір ғана жалғыздықтан қорқам. Ондай нәрсені мынандай да енді. Иә, жүректер жараланған жұлдыздар біздің сауалымызға жауап бере алмады. Психолог Күлмаш ханым болса, әншілердің суреттеріне қарап отырып, тағы да бір топ жұлдызға мынандай психологиялық диагноз қойды. Бір емес күніне ішіп жегенін салу, я болмаса біреумен жаңағы бір кездейсоқ бір сөзге келіп қалғанын салу, я болмаса біреуін жамандау, біреуді төмендету деген ол мәдениеттің, әлеуметтік желідегі мәдениеттің төмендігін білдіреді. Негізі осы есте болсын. Міне, біз айтпасақ та түсінікті болған шығар. Сонымен, Инстаграмдағы оқырмандарына күнделікті ішкен жегенінен есеп беріп отыратын кім? Көріп отыратын болсақ, мысалы да киім кигесін өз-өзіне селфи жасап деген сияқты макияж жасап атқанынан түсіріп деген, енді бұл өзінің дәрежесіне мен жамандап отқан жоқпын, тағы да айтамын, бір дәрежесіне бір сай келмейді, жасына деген сияқты. Әрине, әркім өзі біледі ғой не салса да. Бірақ та өзінің бір беделін түсіріп алады ма деген сияқты. Өзінің мына шынында да маман болатын болса, ол кісінің қандай деңгейде екенін, оның психологиясының қандай екенін, психикасының қандай дәрежеде екенін, әлсіз бе, әлді ме деген сияқты ол сырттан көрініп тұрады әрине. Мен былай етсем, мысалы көп түсіп, мысалы баланы да сүйіп түскен, біреуді тойға да барған, шай ішіп отқан, орамал тартқан бәрін сала беру деген, енді мен бұл бір қалыптан бір ауытқушылық деп ойлаймын енді. Өз-өзіне көңілінің бір толмағандығын байқауға болады. Себебі іште бір толымсыздық кешені бар деген сөз. Оны орысша комплекс неполноценности деп аталады. Яғни қазақшаласақ, бұл адамның өз-өзіне көңілі толмауы. Дегенмен, адам өз-өзіне көңілі толған кезден бастап, дамытуын, ізденуін тоқтатады емес пе? Мәселен, өнер адамдарының кез келген кешінің алдында өз-өздеріне көңілі толмай, қобалжитыны бар екен. Әр ән жазған сайынғы қорқыныш, әр ән жазған сайынғы толғаныс кейде болады. Осы ән халықтың көңілінен шыға ма, шықпай ма деп орындаған әнін халықтың көңілінен шығып кетіп жатады. Ал кейде осы ән халықтың көңілінен шығады-ау деп бір құлшынып осы ән жазасың, бірақ сол жетер жеріне жетпей қалып жатады. Бұл да бір бәйге сияқты ғой. Мынау ат бәйгеден келеді-ау деген атын келмей қалады ғой. Сол сияқты болып тұрады кейде. Осы ән осы халықтың көңілінен шығады-ау деп орындайсың, бірақ деңгейіне жетпей қалады. Ол мүмкін орындаушылық шеберліктің аздығынан шығар, шеберліктің. Ол мүмкін әннің тағдыры болады, әр әннің. Мүмкін ол ән менің табиғатыма келмейтін ән болып қалуы мүмкін. Я болмаса, менің жалқаулығымнан болуы мүмкін.
пиардан кейін де қатты қорықтым. Үйдегілерден қорықтым, бірінші халықтан қорықтым, екінші қалай болады, жек көріп кетпей ма деген сияқты. Бірақ не дейді, не выпей шампанского, не будет деген сияқты. Сол сияқты өнер жолында жүргеннен кейін бізге керек әңгіме сөз, жақсы болсын, жаман болсын, бірдей жүреді. Сол үшін ең бастысы айтып жүру керек та. Халық сол кезде еңбегің жемісін көресің. Сол себептен сол қорқыныш көп. Қас неше түрлі әңгімелер жүріп жатыр. Тойға бір жаққа барсам қорқам. Бәрі андай жаман қарай ма деп ше. Бірақ жаман емес. Құшақтап, сүйіп, мәз болып қалам. Киномыз халықтың көңілінен шықты деп сенімді түрде айта отырып, әңгімесін жалғастырған CV Бикеш алдағы жоспарлармен де бөлісті. Біз үшін қызық, кезекті жаңа туындыңызды халыққа ұсынар алдында енді кімнің көлігін сындырасыз, әлде ауыр артиллерияны қолданасыз ба? Ақшасы бізге түскен жоқ қолымызға, өйткені жан-жақтан қаз жинап, отчетін тапсырып жатыр. Қолға ақша түспегеннен кейін әлі оны жоспарламай отырмыз. Құдай қаласа ақша қолға түскеннен кейін сол түскен қаражаттан екінші кино түсіреміз бе деген ойымыз бар. Қандай бағытта? Бағыт әлі белгісіз. 2-3 бағытты ойлап ақылдасып отырмыз. Оның ішінде комедия да бар, басқа да бар. Енді бір шығарғаннан кейін өзгеше дүние шығарымыз келеді. Арасында ужас па деп ойлап қоямыз. Енді болашақтың еншісіне жақсылап енді бірінші осындай үлкен деңгейде дүние шығарғаннан кейін екінші дүниені одан да күшті алып шығарамыз деп ойлаймын. Өйткені өзімізге деген көп сабақ алдық. Сол себептен тәжірибе алдық. Құдай қаласа бұдан да бір керемет дүние шығады деген ойдамыз. Ал суретке түсуге құмар бикештердің арасынан психолог ханым Аша Матайды бөліп айтты. Айтуынша, жас ананың психологиялық ауытқуы жүкті кезінде қосқан артық салмағымен байланысты. Бұрындары бұл Аша өзінің бір шығармашылықты, еңбектерін, шығармашылықты жүрген жерлерін көп салатын еді. Қазір енді көбірек сол мына үйде отырып, баламен отырып қалғаннан кейін бір сондай өзінің бір кішкене іштей бір олқылығы білініп қалып отыр. Енді мен суреттерден бір концепцияға сүйеніп мен айтып отырмын. Себебі солай көрініп тұр да бұл жерде. Толып кеткен жоқпын ба деп араларында жазып қояды. Бірақ та мынандай бір мақал бар да, бұйырған кетпейді дейді, қуған жетпейді дейді. Егер сіз толып кетем десеңіз, міндетті түрде толып кетесіз. Ал енді психолог Күлмаш Елшібаеваның сенсациялық мәлімдемесін тыңдауға дайынсыздар ма? Инстаграм желісінде тіркелген мыңдаған қазақстандық әншілердің қайсысынан психолог ханым күрделі психикалық ауытқушылық байқаған. Бұл тізімде айқын неге жүр? Әншілеріміз, елге танымал, жаңағы жанкүйерлері көп, сондай әншілеріміз болсын, актерларымыз болсын, отбасын клипқа түсіп, бірге салып, әлеуметтік желілерге жібергеннен кейін, әлеуметтік желіні көріп отырған жанкүйерлері бір басқаша пікір айтқан уақытта, ол бірден алып тастауы, бұл бірінші, бұл өзін сыйламағандық деп айтар еді. Екінші, отбасы мүшесі жаңағы өзінің жұбайын сыйламағандық деп айтар едім. Кім не демейді? Ол біреу бірдеңе деп айтты екен деп, ол егер өмір сүретін болсаң өмір сүрмей-ақ қой. Адамның өзінің ойы, өзінің пікірі болу керек. Бұл сөзін Сейфуллин Жолбарыстың келіншегі Екатерина Лилуя да қолдап отыр. 10 жылға жуық отбасын жасыруға барынша тырысқан әнші бар құпиясын өз шығармашылық кешінде ашты. Публичный адам дейді ғой, мен публичный человек, публичный адам емес. Біз деп ойлаймын енді отбасымыз. Өзі жарқырап жүре берсін, аман болсын. Осылай үлкен концерттер бере берсін, бірақ отбасымызды, қыздарымызды, ұлдарымызды бүйтіп жарқыратып жарыққа шығарғанды мен өзім қолдамаймын және қаламаймын. Отандық телеарналарға сұхбат бере қоймайтын Екатерина ханым айта берсінге ағынан жарылды. Суреттерді саламыз ба, қай жерде жүреміз, қыдырамыз, ол өзіміздің жеке өміріміз. Сондықтан біреудің көңіліне қарап, халық не дейді, енді ел не дейді, журналистер не дейді деп өмір сүрмейміз.
бізге не ұнайды, не қалаймыз, сөйтіп өмір сүреміз. Енді мен туралы қатты бүйтіп ауыз толтырып айта алмаймын. Кәдімгі қарапайым қызбын. Алматы облысының тумасымын. Сейфуллин Жолбарыспен хабар арнасын танысқан болатынбыз. Бір проектіге қатысқан едім қазақ тілі бойынша. Солай болып қалды. Екі қыз бар бізде. Үлкеніміз 4,5 жаста, кішіміз 2,5 жаста. Бүгінде Екатерина Лилуя Сейфуллин Жолбарыстың заңды жұбайы. Ал өзін тоқал деп айыптағандарға Катяның өз айтары бар. Біз енді сезім пайда болғаннан кейін, өміріміз ұқсағаннан кейін, өткен өміріміз, ой-өрісіміз келіскеннен кейін сондай отбасы құрдық. Бұлай енді смешанный брак ол дүние жүзінде болып жатқан құбылыс қой. Одан ешқандай бас тартуға болмайды, ол болып жатқан нәрсе. Мысалы, бұрында көптеген қазақтың ұлы адамдары басқа ұлттан әйел алған болатын. Мысалы, Қонаев ағамыздың татар әйелі болатын, Бауыржан Момышұлының орыс әйелі болатын, және сондай сияқты. Мұстафа Шоқай, енді ары қарай айта берсек көп. Сондықтан біз біріншіміз деп айтуға болмайды ғой, мысалы. Біз өзімізге өзіміз келісті көрінеміз. Мен білмеймін қалай басқаларға. Ал басқалары айтса, айта берсін дейді психолог. Пікір жазған адамдарға жаңағы айтады ғой, жүйелі сөз жүйесін табады дейді, жүйесіз сөз иесін табады дейді. Сондықтан көбінесе кейбір жұлдыздар жаңағы айтып пікір жазған, кері пікір, бір қолайсыз пікір жазған адамдармен ұрсып кететін бір жұлдыздарды мен байқадым. Енді ол өзін өзі шаршатады. Айта берсін. Тағы да соған кеп тірелеміз, поневоле айтылады да, айта берсін деген сөзге ше. Психологиялық тұрғыдан әншілердің іс-әрекеттеріне объективті сипаттама беруге тырысқан маман, жұлдыздарға жұрттың сөзін емес, өз денсаулықтарына көбірек көңіл бөлуге кеңес берді. Кейбір шетел жұлдыздар тіпті басқа өзінің дене мүшелерін жаңағыдай сақтандыру жасап жатыр ғой. Сондықтан да дауыс, тамақ, связки дейді ғой, ол әрине ол әншінің өзінің аспабы, ол оның өмірі, сондықтан да мүмкін ол да дұрыс шығар. Әншінің наны ол дауысы, ал боксшының наны ол жұдырық. Сондықтан жұдырықты сақтандырып жатыр, Майвезер сақтандырды. Енді мен қазір бапкерлік жұмыспен ауысқандықтан өзімнің артында өсіп келе жатқан жеткіншектерге соларға айтамын. Сіздер де қолдарыңызды сақтандырыңыздар деп. Сондықтан біздер шетелге шыққан сайын міндетті түрде сақтандыру компаниясына жүгінеміз. Келісім шартта, егер қолыңыз сынған жағдайда, сақтандыру компаниясы белгілі бір мөлшерде қаражат төлейді. Менің өмірімде онда болған жоқ, Құдайға шүкір, өте дұрыс болды. Бірақ Олимпиада чемпионы Бекзат Саттархановтың Турцияда жүріп қолы сынғаны есімде. Сақтандырылған, бірақ енді белгілі бір мөлшерде қаражат алды. Бір қолға ғана, екі қолға емес, бір қолға ғана. 150 мың теңге болатын. Мен салған кезде сол сумманы жыл сайын 15 жылға, әр жыл сайын жылына бір рет салып тұрасыз. Ал ерде пайдаланбасаңыз 15 жылдан кейін ол ақшаны аласыз, оның үстінен проценті қосылады. Не болмаса 15 жылға жетпей жаңағындай бір оқыс оқиға болып жатса, сол компания сізге қажетті мөлшерде, өзіңізге тура сол сәтте қажет болып тұрған суммамен көмектесіп, өзінің жәрдемақысын береді. Және ол үшін мүмкін үстінен қосып беретін шығар. Мүмкін көп сумма, сіздің салған суммаңыздан көп беретін шығар. Бірақ ол компанияға сіз ол ақшаны қайтармайсыз. Тек қана жыл сайын тұрақты түрде салып тұру керексіз. Ол енді мен өзім құпиям, өйткені өзіңді аямайтын қандай ақша, өзіңді қалай жақсы көресің, солай саласың. Ертең күніңді ойлайтын болса. Мен страховать етсем, көзім страховать ететін еді. Өйткені менде бір-ақ көз ғой. Бір көзім тума көрмейді, екінші көзім жаман нашар көреді. Ертең мысалы енді ойлайсың ғой, баласағың ойлайсың, 4 балаң бар, ертең соқыр оқысың, қалай асырайсың олар? Соны осындай страховка жасайды еді. Миллион салық қоюға болады. 2 миллион салуға болады. Ал даусынан айырылып қала жаздаған Мырзахан Маханов шетелден Қазақстанға дауыс сақтандыру қызметі жеткенше бар қаражатын аямай жақсы күтінуге уәде берді. Себебі оның әнін сүйе тыңдайтын тыңдарманы көп. Ешқандай адам баласы ауырмасын.
ең жаман жағдай екен ол. Ешкімнің басына салмасын да, ауырмасын ешкім ешқашанда. Алла қаласа алдарыңызда әлі талай рет сіздерге керемет әндермен қызмет етіп ән айтып беремін.